Кайырлы күн, бүгін сіздермен G Turbo магазині. Бүгін сіздерге TK918 4G GPS трекерін таныстырамыз. GPS трекер ең алдымен 4G екенін қалай анықтаймыз. GPS-тің соңында артында наклейкасында модель TK918 4G деп жазылып тұрады. Бұл 4G. Оның ішінде 2G да бар, 4G да LTE де бар. 3 стандартпен жұмыс істейді. Комплектациясында қажететін адаптері болады. Шнуры Type-C. Және де инструкциясы орысша түсінікті тілде. Барлық командалары көрсетілген, қалай қосу, қай команданы қай кезде жіберетінін бәрін оқып қарап көрсеңіздер болады. Және де комплектациясында ашильнигі бар, ашильник және оның сумкасы бар, GPS-ті салып қоятын сумкасы. Қазір ашып салып көрсетеміз. GPS-ті ашамыз. Ашильникті ашып, GPS-ті саламыз. Және оны байлап тағы да бұның регулеп істейтін ремені болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай шыққан мойын жіңішке болса, ұзын болса, ұзартып қысқартуға болады. Ашильниктің ұзындығы 120 см. Өзіңізге ыңғайлы қылып, шыққан мойын жуан жіңішке немесе сиырмалдарға да мойнына асып қоюға болады. GPS трекерге сим картаны қалай саламыз? Айнын саламыз. Осылай. Немесе бұлай. Қойып тұрғанымызды осылай. Схемасы осылай астына қарайды. Сосын ұстап қалған кезде өзі дауысы шығады. Ұстап қалды. И сосын мына жерде өшіріп қосу кнопкасы бар. Қосамыз. Мына жерде индикатор болады. Индикаторлар өшіп жанып неге дей бастайды. Сіз GPS трекерді үйдің ішінде қосып жатсаңыз, ең бірінші алғашқы рет қосқан кезде GPS трекерді далаға сыртқа шығып, сыртқа тексереміз. Не үшін далаға сыртқа? Өйткені сыртта GPS трекер спутникпен байланыс болады, тезірек байланыс бір-бірін көреді, табады. Ол где-то 5-10 минут уақыт алады. Сіз сим картаны үйдің ішінде салып тексерсеңіз, спутникпен байланыс болмағандықтан ол базовый станциялар арқылы анықтайды сіздің тұрған жеріңізді. Ол погрешності 5-10 километрге дейін жетеді, барады. Сондай болмау үшін сіз сыртқа шығасыз, GPS-ті қолыңызда алып далаға шығып, бір орында GPS-ті 5-10 минутқа қойып қоясыз. 5-10 минутқа қойып қоясыз, GPS трекер өзі обновление болады, содан кейін сіздің тұрған жеріңізді дәл анықтайтын болады. Одан кейін сіз GPS-ті алып, сіздің тұрған жеріңізді нақты көрсететін болады. Погрешность 5-10 метрге дейін болады, 4G версия бар. Және де 4G версия бар, 2G версиясының айырмашылығы SMS-пен сообщение жүрген кезде 4G-де тезірек келетін болады. Тағы да айтатын информация, GPS трекерге сим картаны салудан алдын бері адресациясын өшіреміз. Телефон беріп, решетка, 002, решетка. Содан кейін звонокты басамыз. Запрос кетеді. Просто запрос жіберілді, и запрос жіберілген келді. Бері адресациясы отключен дейді. Содан кейін соткадан сим картаны алып, GPS-ке саламыз. Енді сим картаны алып бері адресациясын өшіріп қойған, қазір GPS-те тұр. Ал енді спящий режимге қалай қоямыз GPS трекерді. Спящий режим дегеніміз, бұл GPS ұйқы режиміне кетеді. Ұйқы режимінде TK918-де 5-6 айға дейін зарядкасы 5-6 айға жетеді. Бір зарядка болса 5-6 айға жетеді. Қайтадан зарядкасы 5-6 айға жеткеннен кейін қайтадан зарядкасы. Сотканы зарядкалған сияқты қайтадан комплексінде өзінің адаптері шнуры болады. Type-C. Қосып, где-то бір 10 сағатқа зарядкасы. Зарядтаған кезде мына жерде қызыл индикатор жанатын болады. Сол заряд біткен кезде қызыл индикатор өшіріп қалады. Енді GPS трекерге сағажынға кіріп, тұрғынмен анықтайтын боламыз. Мен тұрған уақытын көрсетті, тұрған жеріміздің. Және бұл сізге түсініксіз болса, оң жағында, жоғары жағында бір ұшында, осындай Google картамыз сөйте тұрады. Соны бассаңыз, Google картамен көрсетеді. Тағы да көптеген функциялар бар. Сохранение көптеген болады, сохранение көптеген сіздің күні бойы GPS трекеріңіз қай жерде жүргенін көрсеңіз болады. GPS если спящий режимде тұрса, бұл сохранение көпті сізге көрсетпейді. Тек звондаған запростарыңыз қай жерде тұрса, соны сызықпен көрсететін болады. Постоянный режимде қойсаңыз, GPS постоянный режимге жылқыға 15-20 күнге дейін жетеді. Ал машинаға қойсаңыз, 20-30 күнге дейін жетеді. Не үшін жылқыға аз, машинаға көп. Өйткені жылқыда жылқы бір орында тұрмайды, постоянный движение болады. Движение болған сайын, GPS трекер запросты жібере береді. Тұрған жерін сақтау үшін картаға
приложениеге запростарын жиберет. Сол запростарын жибергенден документтер тез бүтетін болады. Ал машина не үшін көп? Өйткені машина бір жерге барып тоқтайды, ол жарты сағат, бір сағат тоқтауы мүмкін, немесе кешке бір орында тұрады. Сол кезде бір орында тұрған кезде 2-3 минуттан кейін автоматически спящий режимге кетеді. Машина қашап жүреді, сол кезде қайтадан оянады, қайтадан данныйларын жібере бастайды. Сол үшін машинаға бұл көбірек постоянный режимде көбірек жетеді. Сонда GPS телефонда спящий режимге қалай қоямыз? GPS нөмірге SMS запрос жібереміз. Sleep 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travel time. Яғни sleep time деп жібереміз. Таймды жібергенде бізге 1-2 минутта ответ келеді. Sleep time OK деп. Сол кезде GPS-іміз келді. Sleep time OK. GPS қазір 5 минуттан кейін спящий режимге кетеді. Және де уақытын қалай дұрыс қоямыз. Уақытын дұрыс қою үшін time яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 тұрады. Біздің Қазақстанның уақыты плюс 5. Time ғанады жіберіп жасаймыз. Тоже обратный SMS келеді. Time OK деп. Біздің уақыт бойынша қойылды.